Қазақ елі мен бір мектеп көрмеппін өз бюджетінен өзге тілді мектептерді ашқанын. Бір мемлекет тауып беріңізші сондай. Неге біздің қазақ елімізде өзге тілдегі мектептерге біздің бюджеттен қаржыландырады? Сосын еще мынау қазақ мектебін ашамыз деп жоспарлап қойған мектептерге біреулерге өзге тілге оқытамыз деп соны аралас қылуға, соған араласып ушу шығарады. Соны түсінбеймін мен. Бір мемлекетте тауып беріңізші, өзге тілдегі мектептер қаржыландырмайды бюджеттен. Егер олар өзінің тілдерінде мектеп ашылған талап етсе, олар көбінесе не болады? Жекеменшік болады. Өздері диаспора болсын, не болсын, өздері қаржыландырып, сол мектепті өздері ашады. Оған ешқандай қарсылығым жоқ. Мен тілге де қарсылығым жоқ. Ешқандай. Қазағымыз көп тіл білсін, дамысын, сауатты болсын. Сол үшін ғана. Ал бірақ мынау біздің төлеп жатқан салығымыздан басқа өзге тілді мектеп ашылуға мен өз пікірім, мен қарсымын. Не үшін десеңіз, қалай ол өзімнің қазақ елімде тұрып, біздің тіл дамымағанына, біздің қазақ балалар, қара домалақтарымыз, қара көздеріміз жүр 10 километр жерге апарып, бір мынау Бостандық ауданында, Алматыда 56 мектеп бар. 56 мектептің ішінен сол 9-ағы ғана тек қазақша мектеп. Соны білесіздер ме? Вот сондай мәселе.